Hello my friends. Сәлем жас досым. Қалың қалай? Менің қалым жақсы. Алдыңғы сабақ барлығыңызға ұнады деген сенімдемін. Сондықтан бүгінгі сабақта өте қызық болады. Бірақ жаңа сабаққа кіріспес бұрын мен саған 2 сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, мына маркер қандай түсті? Қызыл түсті екенін білеміз. Ал ағылшынша қалай болады? Дұрыс айтасың. Red. Енді келесі түс, ол бізде дәл таптың. Бұл green. Енді жаңа сабаққа кірісейік. Let's go! Алдыңғы сабақта біз түстерді айтып үйрендік. Енді оларды санауды үйренеміз. Менің алдымдағы қарындаштарды қара. Олар қанша екенін санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ал енді осы сандарды ағылшын тілінде айтып көрейік. Мысалы, 1 маркер. 1 маркер. 1 саны ағылшынша 1 болады. 1. 1. Керемет. Енді келесі сан бізде 2. 2 маркер. 2. 2 markers. 2 маркер. Өте керемет. Енді келесі 3 қалам. 3. 3 ағылшын тілінде 3 болады. 3. 3. Well done. Енді келесі санымыз ол 4. Ал 4 ағылшын тілінде 4 болады. 4. 4. Өте керемет. Енді келесі кезекте бізде 5. 5 ол бізде 5. 5. 5. 5. 5. Super! Енді 6 ағылшын тілінде 6 болады. 6, 6. 6, 6. 6. Жарайсың! Ал 7 ағылшын тілінде бізде 7. 7. 7, 7. 7. 7. Өте керемет! Сен деген тез жүреді болады екенсің ғой. Енді келесісі ол бізде 8. 8 ағылшын тілінде бізде 8. 8. 8. 8. 8. Сен жақсы үйреніп алады екенсің. Тағы бір санымыз ол 9. 9 ағылшын тілінде 9. 9. 9. 9. 9. 9. Өте керемет. Енді соңғы санымыз ол бізде 10 болады. 10 ағылшын тілінде 10 болады. 10, 10, 10, 10. Жақсы! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 7, 8. 8, 9 and 10. 9 and 10. Енді саған бір сұрақ қойсам ола ма? Мына жерде қанша қарындаш бар? Санап көр. 2, 3, 4, 5. Дұрыс айтасың. Әрине 5. Ал 5 ағылшын тілінде қалай болады? Әрине 5. Ал енді мен қанша қарындаш алдым? Әрине мен 2 қарындаш алдым. Ал 2 ағылшын тілінде? Дұрыс айтасың. 2 ағылшын тілінде 2 болады. Ал енді саған тапсырма. Алдыңғы сабақта үйренгендерімізді қосып, өзіңді толық ағылшынша таныстырып көр. Мысалы, сәлем, менің есімім Магда. Мен 10 жастамын және мен жалсыз түсті жақсы көремін. Hello, my name is Magda. I'm 10 years old and I like green color. Бәрі түсінікті ме? Онда осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сенімен бірге болған Магдабек Ахмет және Жетіл. Каналымызға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Бай-бай. Audio Jungle.